Сәлем достар, сіздермен Айдана. Бүгін сіздерге ең күшті картоптан жасалатын рулеттің рецептісін ұсынамын. Қараңыздар, өте әдемі, дәмі деген керемет болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен картопты теркадан өткізіп аламыз. Өткізіп болған соң осылай суынан қатты сығып аламыз. Және де үстіне теркадан өткізілген сыр мен 2 жұмыртқаны салып, дәміне қарай қызыл бұрыш, қара бұрыш және тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай видеода көрсетілгендей жасайсыздар. Және де 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Қызып тұрған табаға 50 грамм фаршты салып, қуырып аламыз. Қуырып болған соң майдалап, 4 бұрыштылап туралған болгарский перец пен пиязды үстіне салып қуырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз және қара бұрыш саламыз. 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Пісіріп болған соң суылған қорждың ішіне осылай пісірілген начинкамызды саламыз. Және рулет қылып ораймыз. Соусына майонез бен кетчупты араластырамыз. Жаңағы рулеттің үстіне жағып шығамыз да. Жақсылап жағып шығамыз. Және де теркадан өткізілген сыр саламыз. 10 минутқа қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Неге қараңыздар, өте әдемі болып шығады. Дәмі деген өте керемет. Жасап көруге кеңес беремін достар. Лайктарыңызды аямайыңыздар. Подписаться еткеніңіздер каналыма.